we go there and have some more wine? 'Cause life is for living. Сәлем достар, бүгін біздің стереотиптерге қатысты бағдарламамыздың бірінші түсірілімі, бірінші бөлімі. Бүгін бізде қонақта Аян Қалмұрат. Аян бізде Тұран университетінің түлегі, қазіргі таңда Азаттық радиосының репортері. 2018 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде журналистика факультетінің магистратурасына түскен, бірақ оны аяқтамаған. Бізде ол зат маңызды, өйткені мына кісі бітірген, сіз бітірмеңіз, оқу туралы кішкене айырмашылық болсын деген. Ерекшемін мен. Иә, мен бітірген жоқпын әлі, бірақ бітірейін деп жатырмын келешекте, бұйырса. Бізде екінші қонағымыз Дастан Аққожа. Сәлем. Бұл кісі де Тұран университетінің түлегі. Өзінің инстаграмына журналист деп жазып қойған. Это оскорбление. Ой, жарайды. Қазіргі таңда қоғамдық қорда жұмыс істейді. Фрилансер. Тұран университетінде журналистика мамандығының магистратурасын бітірген. Бітіремін бұйырса. Бітіресіздер, окей. Бізде тақырып өздеріңізге түсіндіріп өттім. Стереотиптер туралы, оқуға қатысты, жастардың арасындағы. Енді кішкене кіріспе болып кетсе, сіздер баста сөйлескен кезде, сіз ауылда өскенсіз, Шымкентте, қарапайым. Ауыл емес. Ауыл емес? Ауыл емес, қала. Бірақ енді не еді, кәдімгі өзіміз сол микрорайонда өстік, бірақ қалада. Бізде бірақ енді мен өскен жылдары ауыл мен қаланың қатты айырмашылығы болмады, сиыр бағып, қой бағып. Окей, сіздер қаншалықты стереотиптерге оқуға қатысты көп кезіктіңіздер? Өмір бойы ма? Егер де есептейтін болса, мен де тура сол ауыл, әлі күнге дейін ауылда отырамын, ауылдың мектебінде ойбай оқуға түспесең бітті, адам болмайсың, грантқа түсу керек, грантқа түспесең мен асылам деген талай әңгімені естігенмін сыныптастарымыздан. Сіздер сол ойладыңыз? Иә. Жоқ, мен олардың қатарында болған жоқпын, бірақ мен бір рет ОБТ-дан шыққаннан кейін орынсыз әзілім үшін бүкіл мектеп құлағына тұрған, себебі мектеп директоры ОБТ-дан шыққан кезде қалай болды Дастан деп сұрады, и мен айтқанмын бірден грант болса болды, болмаса асылып қаламын деп жай әзілдегенмін. Сөйтіп кешке грант болмайтыны белгілі болған кезде маған бәрі хабарласа бастады, Дастан тірі қалсын, өліп жүрмесін, ертең статистикамызды құртып жүреді деп. Сондай қызық нәрсе болған. Бірақ негізінде сол кезде есімде ОБТ-дан 2 алған кезде жылаған сыныптастарым ойбай мен енді адам болмаймын ешқашан бірдеңке, қыздар болатын болса енді мен тіпті күйеуге де тие алмаймын деген секілді біраз әңгімелер болған. Қызық. Себебі ол кезде университетке түскеннің өзінде де ауылда жүрген соң көп универді білмейді. Қазақ ұлттық университетіне түссең сен абыройлы университетке түстің, демек сен абыройлы адамсың. Басқа аты белгісіз бір университетке түсетін болсаң, онда солай. Өкінішке орай адамдардың түсінігі сондай. Кейін мен өзім профориентациямен жұмыс істеген кезде де соны түсіндім. Егер адамдардың барлығы ұлттық деген сөзі бар университетке түспесе, онда сенің дипломыңның мәртебесі бірден түсе кетеді. Профориентация жұмыс істегенде? Иә. Тұран университетінің атынан профориентацияға барып жүретінбіз біздің университетке түссеңіздер, болмаса басқасы деген кезде. И сол кезде сұрайтын, иә, сол кезде сұрайтын мектепте, сендердің университеттерің қайда университет, жекеменшік университет, ол Құдай сақтасын, сендер қалай грантта оқытасыңдар, сендер ертең бізді шығарып жібересіңдер ғой деген. Екеуміз айтпақшы Тұранда оқығанбыз бакалаврда. Сол үшін мен де оны кескіремін. Тұран? Иә. Тұран? Қалай түстіңіздер Тұранға? Екеуміз де сол мемлекет Казгуға түсіп жоқ, мен де олай емес. Сен енді ректор грантында оқыдың емес па? Иә, бірақ мен Казгуға түскім келмеген мүлдем. Мен өзі 11-ші сыныптан бастап армандап қалаған 2 университетім болды. Бірі Тұран университеті, екіншісі Астанадағы Евразия ұлттық университеті. Бірақ енуға мен құжат тапсыратын кезімде анам аяқ астынан 3 күн қалған кезде самолетке жібермеді. Балам тірі қалғың келсе, анаң тірі қалсын десе, осында қал, өтініш, басқасы. Ол жақта мен сені аманаттайтын ешкімім жоқ дедім. Мақұл дедім, жаным тыныштық үшін келдім. Сол кезде Нодал Респалдна, ол Казгуде істейді, және Тұранда істейді. И ол кісіге ақылдасу үшін Казгуге барғам, құжаттарымды алып қойды. Сен бізде оқисың, ештеңке білмеймін, мен сені түсіремін осында, кейін жарты семестрден грантқа ауысасың деген секілді. Мен ол университетте мүлдем оқығым келген жоқ, бастан аяқ мен түбегейлі қарсы болғам. Сосын ол кісі құжаттарымды тартып алған соң бір күннен кейін барып, ертесі күні құжатымды алып, регистратурада ол кезде де қырылып алғам, өйткені бермейді, өйткені Казгуда неге екенін белгісіз, құжатыңды алып кетемін десең. Сосын сөйтіп алып барып Тұранға тапсырғам. Тұранның өзінде де менде 100%-ық ректор гранты болған жоқ. Оны да конкурс арқылы өттім, әуел баста келген кезде құжат тапсырып. Сол себепті оңай түсе қалдым деп айта алмаймын. Сіз қайда түскіңіз келді? Мен типикал жаңағы оқушы ретінде Казгуды армандадым. Мен де ОБТ-дан аз балл жинаған жоқпын. 125-тен 112 жинадым. Таза балым 194 болды, бірақ біз шығармашылық тапсырдық қой. Шығармашылықта менде 197 болды. Сосын мен сенімді болдым, мен журфакқа түсем. Үйдегілер уже Құдай істеп. Тек газеттен келуін күтіп тұрғанбыз, бірақ газетте мен аты болған жоқ. Сосын мен Тұранға түстім, Тұранда мен ректор грантына қабылдады. Содан бастап сол бір жыл бойы менде андай
Тұранға Казгудан психологический мен қазір Казгуға барамын деп жүргенмін ғой. Сол Тұранға үйрену деген 1 жыл бойы содан өттім. Енді ол қазір бүйтіп қарасам күлкілі өте, бірақ сол кезде мен енді 17 жастамын. Маған андай ең қиын кездер сияқты болған сол кездер. Мен бір 45 бар ғой автобус. Ол бірінші Казгуға тоқтайды, ары қарай Тұранға болады. Мен кімнің Казгудың студенттері жолда түсіп қалады ғой. Мен түскім келеді соны. Жоқ, сен 5-6 остановкадан кейін түсесің. Күтіп, сонымен бірақ үйрендім. Бірақ сосын екінші курстан бастап менде уже осознание болды. Екінші курстан бастап жұмыс істей бастағаннан бастап. Иә, бізде негізі көбісі сондай, студенттердің барлығында бір стереотиппен қалаға келеді, стереотиптер бұзыла бастайды. Екінші курста қалаға сіңіскен кезде, басқа бір өмір көрген кезде, адамдармен сөйлескен кезде деген сияқты. Қалай ойлайсыздар, не үшін осындай таптаурындар именно кішкентай балдардың арасында, студент оқушылардың арасында қайдан шығады? Ақпараттық вакуум сияқты меніңше. Менің түсінігімде солай, өйткені мен сол профориентациямен барған кезде адамдар көбісі ізденбейді, құлаққа жатып қалған нәрсенің барған. Адамдар өз әлемінде өмір сүреді, ол әлемдерінде олардың сол 9 университет бар, ұлттық дейтін. Сол университетке түссең, сен абыройлысың. Болмаса сен тіпті ол университетке түспегеннің өзінде де қалаға түсуің керексің міндетті түрде. Алматы, Астана деген бір күшті резеңке университет қалалар бар, өзі бәрі түседі сол жаққа, бәрі ағылады. Әрбір 3-ші студент сол жақта. Алматыға түсті балам дейтін болса, ол абыройлы болып өсіледі. О, менің балам Алматыда жүр деп. Сосын кейін Астана болып абыройын жинағаннан кейін Астанаға түсті, о дейді. Соның арқасында басым көпшілігінде көбісі ізденбейді, білім беру сапасына байланысты критерийлер көбісі таңдамайды. Таңдайтыны басым көпшілігінде жастардың сол 11-ші сыныпта ол қала таңдайды міндетті түрде бірінші. Мен мына қалаға түскім келеді. Екінші кейін соның ішіне мына университетке түсіп қалсам болады енді, жарайды, шүкір деген секілді. Меніңше сол соның кесірінен, себебі көбісі қаланың студент оқушыларынан көрдім, басым көпшілігінде сіздердің университеттеріңізде аккредитация бар ма, сізде академия-бизнес бар ма, сіздерде мынандай деңгейде бар ма, түлектеріңіздің орналасуы қаншалықты деңгейде, білім сапасын қандай индикатормен көресіздер деген секілді сұрақтарды мен аймақтан көп естімегенмін. Басым көпшілігінде ол Алматы қаласының осы жердегі оқушылары бітірген, түлеп шыққан. Алматыда қалсам да ең құрығанда абыройлы жерде оқығым келеді дейтін. Ал ауыл аймақта, шалғайда мен секілді ауылда тұратын адамдарға ол аса қатты маңызды болған емес. Сіз қалай ойлайсыз? Сіз осындай ақпарат тарататын бір қазір журналист ретінде қызмет атқарасыз. Ақпараттық вакуум ба? Себептердің бірі стереотиптердің, таптаурындардың. Иә, бізде ойлайды, университеттерде жаңағы просто білмейтін сияқты университеттерді. Мен оларды кінәламаймын, ол кінәламағанда олардың кінәсі емес, ол мен де мысалы кезінде ойлаймын да, неге мен Казгуды солай күшті көрдім деп. Өйткені Казгу шынымен мүмкін күшті шығар. Енді ол фактіде ондай болмаса да, бірақ салыстырмалы түрде алған кезде мүмкін Казгуда шынымен жақсы шығар. Мүмкін Казгуға көбірек грант бөлінетін шығар. Мысалға, бізде білесіздер, көбінесе оқу таңдаған кезде адамдар жүрегімен емес, тұрмыстық мәселеге байланысты алады. Ал гранттың көбін бізде ұлттық университеттерге мысалы көбірек беріледі деген сияқты, сондай, егер мен шатаспасам, ол бірінші себеп. Екінші себеп әдемі Казгуград. Немесе айтқанға әдемі ену. Мысалға мен оқуым айтқан жоқпын бірінші курста қайда оқып жатқанымды деген сияқты. Сосын барып енді маңызы жоғалғаннан кейін барып. То есть бізде біріншіден тұрмыстық рөл ойнайтын сияқты, екінші жағынан Дастанмен келсем, бізде жаңағы не жоқ, ағарту жоқ та. Мысалға студенттер неге барып ауылдарға барып айтпайды, мысалға өздерінің ауылдарына барып университет деген маңызды емес деген сияқты. Өйткені олардың кезінде бір жолы өткен шығар. Ал мен өзімнен кейін келе жатқан інілеріме айтам, мүлдем маңызды емес қайда оқығандарың депші. Мүлдем маңызды емес. Сендер қайда оқығандарың мүлдем маңызды емес деп. Енді болатын шығар, сен Оксфордта немесе таңдасаң университеттерде ол әлемдік рейтинг, бірақ Қазақстанда Қазақстандағы білім жүйесімен, Қазақстандағы мұғалімдердің сапасымен, былайша айтқанда білім жүйесімен қайда оқыған мүлдем маңызды емес. Сен қай университетке барсаң да, КБТУ, КИМЭП дегендерді айтпағанда, СДУ-ды айтпағанда, мәселен, санаулы ғана оқу орны бар. Сені өзгерте алатын, сене алатын. Бірақ егер сен жаңағы грант көп бөлінетін кәдімгі ұлттық немесе жекеменшік түсетін болсаң, маңызды емес. Осындай стереотиптерге көп жолыққан, стереотиптердің кесірінен өмірінде біраз өзгерістер болған бір кейіпкер бар. Соның историясын, оқиғасын жазып көрдік. Соның оқиғасының желісінде біз талқылап көрсек, осындай стереотиптер жаңағыда сөйлесіп өткен кезде барлығы 10-11 сыныптардағы оқуға түсуге қатысты стереотиптер болды. Негізі оған дейін де біздің қоғамда стереотиптер көп, кішкентай мектептен ғана басталатын тілдік дискриминациялар болмаса тағы да басқа деген сияқты. Стереотип талдауымыз керек. Кейс жай ғана соның бар екенін бізге көрсетіп береді. Жоқ, оқиға ұзақ емес. Мен естеріңізде сақтайсыздар деп ойлаймын. Бізде оқиға былай басталады. Қарапайым отбасыда, қарапайым
тәрбиені көрген бір қыз бар. Ол қыз өзінің жақсы үлгерімдері үшін қарапайым мектептен физмат лицейге ауысады. Физмат лицейде барлығы өте жақсы оқитын, жақсы күтім көрген, жақсы жағдай жасалған оқушылар барлығы, және олардың үлгерімдері де жақсы. Ана қыздың мотивациясына ол қатты тиеді, өйткені бәсекелестік өте көп, ата-аналар әртүрлі, олардың көрген тәрбиелері әртүрлі деген сияқты. Бірақ сонда да ол қыз жаңағыдай талпынады, мүмкін оған ата-анасы әсер етеді, типа сен қызым берілме деген сияқты. Ол қыз оқып бітіреді. Оқып бітірген 5-ші сыныбын, қателеспесем, 5-ші сыныбын ол 2 ғана 4-ке жабады. Қалған сабақтардың барлығы 5. Бірақ оның ортасы сонда да оны шеттетеді, өйткені жаңадан келген қыз, ол келеді, үлгерімі жақсы болып кетеді. Жаңағыдай мұғалімдердің оған қарым-қатынасы жақсара бастайды деген сияқты. Осы кезде қоғам одан сайын оны шеттете бастайды, яғни алшақтатып, ортасына қоспай. Осы кезде жаңағы қыз бір жаман ортаға барады. Темекі шегіп бастайды, басқа жаман ортамен араласады, депрессияға түседі қысқасы айтқанда. Қараңыздаршы, біздің қоғамда осындай ұқсас жайттар өте көп. Негізі өзінің кішкентай балалар қоғамға кірісе алмайды, олармен сөйлесе алмайды. Нәтижесінде өзінің тұйықталып қалады, жабылып қалады, ертең ол кейін ешкіммен сөйлесе алмай қалады деген сияқты. Бізде осындай жағдайлардың не үшін орын алады қоғамда, және бұл жағдайларда ата-ананың әсері бар ма? Балалардың қоғамға кіре алмауы ма, әлде темекі шегіп кетуі ма? Жоқ, балалардың қоғамға кіре алмауынан, яғни бір-біріне жаңағыдай қысым көрсетуінен, қысым көрсеткенде просто алшақтатуына, орталарына бір-бірінен, яғни дискриминациядан. Не үшін осы біздің маргиналдау дейікші, дискриминацияға аса қатты келмейтін сияқты. Негізі өткен егер буллинг болса, онда бір жөн. Менің түсінгенім, олар жай ғана өз ортасын қалыптастырғысы келіп, өз қауымдастығын және оған ешкімді кіргізгісі келген жоқ. Онда ол маргиналдау. Егер сіз айтқан кейске сай келетін болсақ, онда мен бұл жақта кінәлі тек қана қыз болмаса бір тарап деп айту қиын. Ол жақта ата-анасының да кінәсі бар, мектеп мұғалімдерінің де, сыныптастарының да және өзінің де кінәсі бар. Не болса да. Жоқ, бұл жерде қыздың оқиғасын талқыламай қояйық, жалпы қоғамды талқыласақ. Жалпы қоғамда да бар көрініс қой. Неге деген секілді. Бірінші кезекте ол қыздың орын таппауына мен бір ғана нәрсені көріп тұрмын. Бізді кішкентайымыздан бастап тәрбиелеген нәрсе ол салыстыру. Көршінің баласы ол осындай болуы керек. Сен көршінің баласы болмасаң, сен иттің баласысың. Ортасындағы белгілі нәрсе жоқ, өкінішке орай. Ол жиі табылатын және жиі көрінетін нәрсе. Ата-аналар негізі ата-ана ғой. Мен білмеймін, тек ата-ананы кінәлі деп айту қиын, шынымен расында айтатын болсам. Себебі бәрібір мектепте мұғалім бар. Түсінесің бе, менің достарымның арасында сондайда бір ата-анасы сенбеген, бірақ мұғалімі сен дарасың, түсінесің бе, заңғар. Сендей өле қасиеті ешкімде жоқ. Сен егер бұл жақ қабылдамайтын болатын болса, ол сен жамансың деген сөз емес. Сен жай ғана ерекшесің деп айтқан, соның арқасында рухын көтерген біршама балаларды білемін мен. Менің білмеймін, ішкі мысым ол ата-анамда кішкентайымнан бастап. Мен сені ит пен құсқа жем болу үшін туған жоқпын. Таяқ жеп жататын болса, жерде тас бар, ағашта таяқ бар, болды, сонымен қорған дейтін. Сен кез келген адам емессің, жылай беретін бірдеңке емессің, сен мықтысың, мықты болуың керексің деп айтатын болды. Менің мысым солай өскен, шынымен. Ал бірақ менің сыныптастарымның арасында да сондай болды. Кейінде көріп жатырмын, әлі күнге дейін менің достарымның арасында бар. Сол кезінде осындай керек сөздерді ести алмаған балалар. Апайлар оны білмейді деп ойлаймын мен. Мысалға, апайлар мен мектептегі 5-ші класс кездегі менің қандай травмам болғанын білмейді. Сіз қалай ойлайсыз, бұл не нәрсе себеп болады? Әке-шешесі шығар деп ойлаймын, өйткені балаға солай саны жаңағы мысы деген әңгімелер бар ғой, оның барлығы мен ойымша ата-ана қалыптастырады. Мысалы мен личный историямды айтайын, өз басымнан өткен. Мысалға, мен біраз уақыт ер балалармен нормально сөйлесе алмайтын. Мысалға, өйткені маған былайша айтқанда менің ағам болды туған. Сосын ағам мені кішкене қорғағысы келді да, мені жаңағы жігіттердің жиналысынан, жігіттердің бір ақша жинайтын жиналыстары, ұры соғу, бір разборка деген сияқты болады. Ондайға жолатқан жоқ мен ағам. Екеуміз параллель класста оқыдық та, айтады. Сосын мен басқа балалармен, сол жаңағы ондай топқа қосылмайтын балалармен мен кетіп жүрдім. Сосын мен білмейтінмін олар не айтатынын. Сосын мен ойлайтынмын, ол балалар жиналса, мындай мен қосыла алмаймын олардың әңгімесіне. Сосын мен мысалы бір балалар отырысқа шақырады, мен баруға қысылатынмын, өйткені мен білмейтінмін да. Не әңгіме айтатын олардың. Сосын салыстырулар болатын. Неге сен ананың баласы сияқты бір жігіт емессіңдер, неге жер аудармайсыңдар, ананың баласы сияқты. Мен өлең жазғым келетін просто ше. Просто мен үйде отырып сурет салғым келетін мысалға ше. То есть бұл жерде барлығы әсер етеді. Сен кіммен өстің, сен әке-шешең саған қандай сөздер айтты, сені салыстырды ма басқалармен, сенің әке-шешең байлықты қаншалықты маңызды деп біледі, және ол байлықты саған қалай тыңдады деген сияқты. Қоғамның стандарттары деп айтуға болмайды ма бұл жерде? Қоғамда бір қалыптасқан менталитет. Мүмкін, шынымен. 5-ші класстан мысалға ше, мен
мен өзім тұрмысым мықты болған жоқ, бірақ менің бай достарым да болды, менің кедей достарым да болды. Мысалға, то есть андай да 5-ші сыныпта бір байлық Жоқ, ол деген ата-ананың ақшаға деген көзқарасы, ол менталитет қой бәрібір де. Менің түсінігімде солай секілді. Окей, қазір кейсте де бар ол заттар. Жаңағыдай оқиғадан кейін, қызы бұзылғаннан кейін кішкене Бұзылды демей ақ қойшы, бұның өзі стереотип бар ғой қазір. Сіз ана жақсы жаман деп ақ-қарасын ажыратып, темекі шеккеннен бұзылды деген жаман клише беріп отырсыз қазір. Қызының осындай жағдайын көргеннен кейін анасы оны лицейге ауыстырады, КТЛ-ге ауыстырады. Яғни ол жақта ол қыз былай айтында, бұған дейін жаңағыдай әртүрлі ұлттың өкілдерінің балдарымен оқыған, яғни орыс тілді ортада өскен, қазақша қатты сөйлей алмайтын. Ал КТЛ-де керісінше болды. Қоғам ол жақтағы орта көбінесе оңтүстіктің тәрбиесін алған, көбінесе бір тәрбиені көрген оңтүстіктің қыздары, балдары осындай орта болатын. Және ол қыз тағы да сол жақтан қысым көре бастайды. Қысым көрмейді, тағы да өзін бір қоғамнан бөлшек сезіне бастайды, бір бөлім қылған. Ол өзін солай сезіне ме, жоқ әлде оны солай сездіртеді ме? Айырмашылығы бар. Негізі сезіне бастайды, өйткені ол жақта тілдік дискриминация болады. Өйткені сол жаңағы қоғаммен ортасымен араласа алмағаннан кейін негізі КТЛ-де нелер болады екен, foundation курстар болады, тілді нету үшін, тілдің барлығын үйрету үшін оқушыларға. Ол қыз сол foundation курстарынан қалып қояды. Қалып қойғаннан кейін ол сабақта да жаңағыдай тілдің үлгерімі, тілдің кесірінен сөйлей алмағаннан кейін, ақпаратты бірдей қабылдай алмағаннан кейін, тағы да өзін бір шетте қалған сияқты сезінеді. Бұл жерде мәдениеттің қандай әсері бар деп ойлайсыздар? Білмеймін, сіздің сөзіңізде мысалы орыс тілді адам дегеннен ақ көрініп тұр, ол клишенің бар екендігі қоғамда. Себебі айтады ғой, қазір соны жаңа терминмен ауыстыратын болған жақсырақ естілетін секілді, open mind дегендей. Бірақ ол ешқандай айырмашылығы жоқ секілді. Орыс тілді адам мен open mind синоним ба не? Қазір сөйтіп синоним болып теңестіретін болған, өйткені біздің заманымызда орыс тілді адам болмаса, орыс ортасындағы адам деген ол сондай андай бір құқығын талап ететін, бір зиялы болып сөйтіп көрінеді. Шын білмеймін енді, Шымкентте қалай екенін білмеймін, бірақ Байсеркеде сондай болған. Open minded пен орыс тілді адам деген екеуі никак синоним емес. Қазір иә. Кім айтады ғой? Білмеймін, біздің кезімізде сөйтіп айтатын. Ойбай, сен орыс тілін білуің керексің, орыс тілінде осындай деген секілді. Біздің кезімізде деп бір жаман шалсақ деп жатыр ме бар ғой? Екеуміз жастымыз ғой, біздің кезімізде деген емес. Менің кезімде қазір айтып жатыр. Сен Шымкенттенсің, сен жақта қазақ тілі өзекті болды. Мен Байсеркедемін, Алматының іргесінде қала. Бізге орыс тілін білу өте қатты маңызды болды. Неге деп сұрайтын болсаң, Барейканың сұхбатын көріңіздерші, өйткені айтады, саған шейминг басталады. Ойбай, ұят, қазақ бола тұра, сен қазақ тілін білмейсің ба, сенде неге қазақ тілінде акцент бар деген секілді. Оның өзі белгілі бір таңда тілдің, менталитеттің ықпалы ғой, көрсеткіші. Нағыз білім тек шетелде? Жоқ. Нағыз білім адам ұмтылысына байланысты деп ойлаймын. Күшті айттың ба? Шетелде. Абай айтпақшы десең. Жоқ, шетелдің университеттердің рөлі ойнайды. Мысалы сен академиктерің сондай деген сияқты. Бірақ иә, Қазақстанмен салыстырғанда нағыз білім деген не өзі, мен соны түсінемін. Жоқ, сөйтіп ойладыңыз ба? Мен солай ойладым ба? Иә. Жоқ, мен нағыз білім Казгуда деп ойлаймын. Кешір аян, өзім 17 жасыма қайтып аян кешір. Зат болмапты, құдайға шүкір. Жоқ, нағыз білім шетелде деп ойлаған жоқпын, нағыз білім Казгуда деп ойладым. Және оның бәрі адамның жеке дара қасиеттеріне байланысты деп ойладым. 17 жаста солай ойладым ба? Иә. Қуанышыма орай сенің жанында шүкір деп отырмын өзімді. Иә, масқара адам кеткен еді. Мен ойымша, мысалы бағана қыз бар ғой, ол кіре алмады ол ортаға, иә. Егер ол тап сол қыздың ортасы басқа мектепте болса, және өзі кіре алмаған жаңағы ортаның бір адамы ана қыз оқитын мектепке барса, ол бала да кіре алмайды. Неге кіре алмайды енді? Бұл қалыпты жағдай дейсіз? Бұл қалыпты жағдай, мен ойымша, бұл қалыпты жағдай. Менде кіре алмаған орта көп. Әлеуметтену. Просто бізде адамдар бөлінеді өзара. Мысалға, там байлар кедейлер, олар өзара подсознание, еріксіз түрде мысалға, там я ондай бар, ол дұрыс емес, бірақ ондай бар. Адамдар тілдеріне қарай бөлінеді, көзқарастарына қарай бөлінеді, киімдеріне қарай бөлінеді деген сияқты солай. Бірақ бейімделу үшін біраз уақыт кетеді ғой. Расымен де мен сыныптасымен бір парта бөліп отырмын, дос болу үшін ол маған мысалы нан беру керек, тамақ бөлісу керек, үй жұмысын көшіруге көмектесу керек деген секілді. Осындай ақырын қадамдардың арқасында өзара стереотиптер бұзылады. Мысалы мен заңғарды ойлаймын, ойбай, не дегенде өзінше уп-пысық бала секілді жыныма тиеді, мен осындай адамдарды жек көремін деймін да. Сосын ол бір күні айтады, дастан қалайсың, қарның аш па? Мә, сэндвич бар деген секілді. О, рахмет, менің қарным тойдырдың, сен жақсы бала екенсің демек. Мен ойлағанда жаман емес.
мысалы мынандай кейс қарасақ та, мысалға мен келдім, өте жаңағы жабықпын, оқығым келмейді, көзімді ашқым келмейді. Мысалы жатақханаға келдім, менің қасымда мысалы Дастан отырды, мысалға там ағылшын оқиды, дамиды деген сияқты осындай. Екеуміз иә бір бөлмеде болғаннан кейін араласуымыз мүмкін, бірақ неге екеуміз бір ортаға сіңісе алмаймыз? Өйткені Дастан ол өз сияқты іздейтін, жаңағы ізденетін адамдарды түзеуі мүмкін, ал мен өзім жаңағы менің көзқарасымды ұстанатын, жаңағы мен қандай мен армандарым бар, соған ұқсайтын, немесе менің былайша айтқанда көзқарастарыммен ұқсас адамдардың ортасына барамын. Былайша айтқан кезде, то есть адамдар өзара бөлінеді және бір-бірін қабылдамауы, бір-бірін қабылдамауы, бір-бірін неғылмауы нормальный сияқты болған. Қабылдамау деген норма деп айту қиын. Қабылдамаған кезде қандай әрекет танытады деген нәрсе байланысты. Егер қабылдамау барысында буллинг көрсететін болса, мысалы, ойбай, сен орыс тілдісің ба, сен бізбен сөйлеспейміз. Ондай бар ма? Бар, негізінде рас. Ондай көп. Жоқ, кейсте жоқ, бірақ. Кейсте жоқ, бірақ өмірде дегеніміз ғой, шынымен. Ондай мәдениет иә, ондайлар бар, көргем. Өйткені мен өзім екі қазақ және орыс сыныптары аралас оқитын мектепте оқығам. Ол кезде қазақ сыныбы мен орыс сыныбы деген былай бір-бірімен қасқырмен төбелескендей қырылатын бар ғой, ойбай деген секілді жарысып, неге сендер бүйтесіңдер, неге сендер өйстесіңдер. А вот сол нәрсе енді қалай қабылдайды жаңағыдай зат, қабылдамаған кезде не істейді дедіңіз біз? Әрекет пайда болады әртүрлі. Мынау қарапайым ассимиляцияның заңдылығы ғой, уақыт өте келе араласады, сосын сол пайда зат болады. Өйткені адамдардың бәрінің кішкентай кезінен бастап белгілі бір түсініктері бар. Егер де мен кабинетке кіретін болсам, демек мен апаймен амандасуым керекпін. Егер мұғалімдер келетін болса, мен орнымнан тұруым керекпін. А орыс сыныбында ол нәрсе мысалы міндетті болмауы мүмкін. Ол мен не үшін тұруым керекпін? Егер де оның түсінігінде ол норма болса, отыра беруі деген секілді. Ол норма. Бірақ оған біз оның көзқарасымен емес, өзімнің көзқарасымен қараймын да. Масқара, ойбай, ол неге осы нәрсені істемейді? Болмаса қалай Қазақстанда отырып осындай нәрсені істеуге болады деген секілді. Болмаса ертегі бойынша сценка қойып берін деді. Ол алады да КВН-нің сценкасын қойып береді. Мә, бұл ертегі емес қой деп. Бізде сондай түсініспеушіліктер болған. 5-ші сыныпта біз орыс сыныбымен қырылып қалғанбыз. Өйткені біз Алдар Көсені көрсеттік. Ал олар кім еді? Иван Дурачокты көрсетті, бірақ уақытқа заманауи бір әдістемесімен типа лук десе мә пияз деген секілді. Сосын біз қырылғанбыз. Неге олар бірінші орын алып, біз екінші орын аламыз деген секілді. Бұл мәдениет арасындағы түсініспеушілік. Өйткені олардың түсінігіндегі еркіндік, олардың түсінігіндегі бағанағы шығармашылық қабылдау деген ол біз үшін норма емес болып есептелетін. Ол уақыт өте келе өзгереді. Сен сол орыс тобымен араласқан кезінде, орыс сыныбында достарың пайда болған кезінде, бұл жалғыз қазақ орыс мәдениеті емес, кез келген мәдениетке байланысты. Мен орыс тобында оқыдым ғой. Мысалға, мен байқағаным, бұл жалпы құбылыс деген емес, жалпы мен өзім жеке тәжірибемнен өткен нәрсе. Орыс тобында мысалы мен оқыған кезде, олар расымен өздерінің ақшаны төлеп жатқанын талап ете алатын. Бірақ қазақтардың арасында ондай болмады деп айту болмайды. Өйткені басқа студенттердің арасында, жаңағы қазақ сөйлейтін студенттердің арасында біз неге не алуымыз керек? Мысалға СЗУ-да, например, мысалға оқытушыға деген талап өте жоғары. Мысалға рас қой, мысалға сіздер там қазақ топтар, білмеймін қазақ топтарда ондай бар ма жоқ па? Қазақ топта ма, мысалы, сіздер бір оқытушы ұнамаса, сіздер бәріңіз жұмылып арыз жазып шығарасыздар, мысалы. Міне көрдіңіз ба? Демек, орыс тобында ондай болды, және қазақ тобында да ондай болды. Бұл жерде тілдік нәрсе емес менің ойымша. Жай ғана адамның жаңағы өз құқықтарын білуі, адамның өзінің не нәрсеге жаңағы не нәрсе құқық екен және не нәрсеге талап ете алатынын, просто адамның көзі ашық болғаны және нигилизм болмауы да, жаңағы жарайды, құрсыншы отыра берейінші, 20 минут не болыпты, сонша апай келмесе келмеді деген сияқты емес. Мен мына жерге ақша төледім және осы 20 минутта менің уақытымда апай ұрлап жатыр. Және ол үшін ол кісіге ештеңе болмайды. Бұл дұрыс емес. Яғни әділдікке деген ұмтылыс, былайша айтқан кезде көзің ашық болуы, бұл тілге байланысты емес. Бұл адамның өзінің, адам оқыды ма, ізденді ма, соған байланысты. Мен мысалға құқығымды қазақ тілінде де оқып талап ете бастаймын. Орыстар орыс тілінде оқып құқығын талап ете бастайды. Білмеймін, айту қиын бәрібірде. Өйткені қазақ тілінде ол құқық деген түсінік, құқық талап ету деген түсінік аса қатты бір бұрыннан келе жатқан нәрсе емес, орыс тіліндегідей. Бірақ тура сол Магнумда өз басымнан өткен қырғын, сол кезде ақшамды қате есептеген кезінде, Қазақстан Республикасының тұтынушы заңы бойынша басқасы деген секілді нәрсені айтып тұрған кезімде, мен сол кезде орысша қырылдым. Бүкіл кассирдің бәрі қазақ, мені қазақша түсінбейді деп ойлапты. Сыртынан әңгіме кете бастады, жексұрын, оңбаған, әке-шешесінің тәрбиесін көрмеген, басқасы деген секілді. Бірақ білмеймін неге екендігін, мен орысша сөйлегенім үшін мен қазақша түсінбейді деп ойлап. Просто сенің көзінше жамандаған естісін деп. Иә, күшті, рахмет. Бірақ тура сол кезде бір нәрсені айта бастадым, бәріне құқыққа байланысты, талапқа байланысты. Ақыр соңында кассир келді, ол администратор. Ол келді, ол орыс апай, сіздікі дұрыс, иә деді, болды, жібере салды. Ал бірақ сол кезде қазақ әйелдеріне не үшін сіз мен қазақ бола тұра мен қазақ тілінде қазір көзімше жамандап жатсыз, сен түсінесің ба не дейді да?
бізде кейс бойынша ол қыз 9 бітіреді. 9 бітіргеннен кейін олар қарай оқығысы келмейді, өйткені мектептің оның оқушылық кезі былай айтқанда күшті өткен жоқ. 9 бітіргісі оқығысы келмейді ары қарай, сөйтіп ол ата-анасы оған анасы экстернал оқу жүйесін ұсынады. Яғни экстернал деген 2 жылда, 10-11-де 1 жылда оқиды. 1 жылын ол Астанада оқиды, 10 шығасын осын түстен кейін тағы бір тереңдетілген мектепте 11-ші сыныпта оқиды. Сөйтіп ол бітіріп шығады, бұтыдан сөйтіп экстернал оқиды енді. Енді қараңыздаршы, бұл жерде ата-ана оған бетіп қызының жағдайын түсініп ұсынып тұр да, бір шешім ұсынып тұр. Но көп адамдар, көп оқушылар осылай ата-анасымен сөйлесе алмайды, және ата-анасы оларға бір альтернатива шешім ұсына алмайды. Яғни олар я колледжге барады, я ары қарай қинап оқытады өздерін 10-11-ді. Осылай ата-анасымен сөйлесе алмауына не себеп болуы мүмкін? Эйджизм. Жасқа байланысты шектеу. Кішкентай балалар 9-шы сыныптағы ата-анасымен сөйлесе алмайды. Өйткені кішкентай кезінен бастап сенің ата-анаң шешеді, қай мектепке барасың, қайда барасың, не істейсің, ата-анаң сенің алдында бір керемет беделді адам, авторитет. Сосын ата-анаңмен сен менің қалыптасқаның өзде теңгейде сөйлесе алмайсың, өйткені сен ата-анаға бірінші дәлелдеуің керексің. Сен көбісінің айтатыны бар емес пе? Сен мен секілді бірінші бала туып ал, сосын барып баланы тәрбиелеген кезде көрем деген. Бұл таза эйджизмнің көрінісі меніңше. Егер де теңгейде сөйлеспеу болмаса, сенің жасың кіші болғанның кесірінен мен сенен көбірек білемін, менің тәжірибем көбірек деген секілді. Болмаса кішкентай кезінен бастап сол ата-анасы толығымен бәрін шешіп кенге үйреніп кеткен, ол ыңғайлырақ бәріне. Өйткені әке-шеше өзінің армандарын маңыздырақ көретін шығар, меніңше. Өзінің планын баланыкінен, өзінің сезімдерін, өзінің былайша айтқанда жоспарын баланыкінен әлдеқайда маңыздырақ көреді. Сол үшін мәжбүрлейді. Бәріміз былайша айтқанда, мен ойымша, мынау отырғандар да, басқа адамдар да содан өткен сияқты. Бала өмір бойы өзінің сөзінің салмағы бар екенін және оның бекерден бекерге депрессияда жүрмегенін дәлелдеумен өтетін сияқты. Андай менің абидамның маңызы бар, менің сөзімнің жаны бар деген сияқты нәрсені, менің армандарымның жаны бар деген сияқты. Сол дәлелдеп өтеді. Әке-шешелер өздерінікін маңыздырақ деп ойлайды. Ал баланың өзінің шешімдеріне сенімді болмауы ше? Сол меніңше тура сол өйткені сенің ата-анаң сенен күмәнданып тұрса, сен жасың кішкентай болған үшін болмаса, білмеймін, кез келген себеп болуы мүмкін, мақұл тек эйджизм болмасын делік, бәріне нейтралды болу үшін. Егер де сенің ата-анаң өміріңдегі қорғаның болып жүрген адамың саған күмәнданатын болса, менде ішкі сенің қайықтан пайда болады. Егер де сенің ата-анаң айтып отқан сөзіңге, білмеймін, сенен тәуір врач шыға ма жоқ па, енді 10-11 сыныпқа түскеннен кейін, бітіргеннен кейін сен аман-есен грантқа түсе аласың ба, жоқ па, енді ентіңді қалай тапсыратынын білмеймін. Одан да давай сені шарагаға жіберсек, ПТУ-ға жіберейік, адам боласың, тракторист болсаң да десе, менде өзіме қайықтан сенім пайда болады. Жоқ, ренжіме, мен юрист болам, мен түсінемін 9 жыл бойы керемет оқымағанды, бірақ оның бәрі ішкі конфликттің кесірінен деп айтатын бала бар деп ойлайсыз ба? Жоқ, меніңше. Келісесіз ба сіз? Иә. То есть ондай бала бізде ата-ана ондай баланы қалыптастырмайды. Оңай болып өспейді, өзінің шешімдеріне, ішкі конфликттерінің шешіміне. Иә, эмоциялық байланыс жоқ сияқты әке-шеше мен баланың арасында. Мысалға, мен өте көп баланы білемін. Мысалға, әке-шешесін әке-шешесін жақсы көреді, ол да әке-шешесін жақсы көреді, бірақ екеуі екі жаққа қарай кетіп баратқан. Өйткені байланыс жоқ араларында. Болмаса, қарым-қатынас басым көпшілігі. Әлеуметтік контракт бар сияқты, борышкерлік. Баланың қалауын білмейді. Әке-шешесі, былайша айтқан кезде, бала әкесінің қалауымен келіспейді әке-шешесін деген сияқты солай. Мектеп бітіргеннен кейін универге түскен кезде міндетті түрде диплом алу керек деген сияқты ой болды. Иә, менде сондай ой болды. Менде болды, бірақ ол стереотиптің кесірінен емес. Маған біздің отбасымыз үшін ол маңызды болды, сол үшін. Стереотип қой ол? Жоқ. Негізінде. Окей, мамандықта грант үшін таңдадым. Жоқ. 2 жыл ақылы грантқа түсамай қалдым ғой мен. Мен 2 жыл ақылы оқыдым. Сосын барып грантқа. Жоқ, 2 жыл ректорлық грант болды, сосын барып жеңілдік. Окей, мектептен кейін универге түсу жалғыз вариант болды. Я армия. Әскерге шақырады. Университетке түсу? Иә. Міндетті деп ойладым. Мен университетке түсе алмасам, грантқа түсе алмасам, мен біттім деп ойладым. Ол нормально деп ойлаймын өзім. Окей, академиялық демалыс алу ол ұят. Жоқ. Академиялық демалыс алу. 2-ші курстан кейін, 3-ші курстан кейін.
мен алғым келген, сосын апайым айтты, сен ұйықтап жатрсың ба деп. Маған да соны айтты. Сосын мен жоқ деп едім, барып оқы деді. Мен сол кезде қатарластарым бәрі шетелге кетіп жатты да. Сосын мен кімнен кемім деп IELTS тапсырып, IELTS-қа дайындалып шетелге кеттім келді. Сосын апай айтты, сен оқуда демалмай-ақ та, бір жылын жоғалтпай-ақ та нормально аласың. Бала тумай жатсаң, бар оқи бер дейді. Окей. Маған да соны айтты, бірақ бала туудан басқа тағы не Сіз ұят деп ойладыңыз ба? Жоқ, ұят деп ойлаған жоқ, менің алғым келді, маған берген жоқ. Себебің андай аса қатты маңызды емес деді. Қыз осы бір жылдың ішінде 2 жылды бітіреді, сөйтіп ұбт тапсырады, ені тапсырады. ентіден бұл жерде 59 бал қалады. 59 бал қалады. Сөйтіп ары қарай оқуға түсуге ақша жетпейді оның. Қаржылай неге ақылы бөлімге түсуге ақша жетпейді. Сөйтіп гепер алады. Сіз оны мүмкін емес дедіңіз. Мәжбүрлі гепер. Бұл мәжбүрлік гепер ма? Аян сөйтіп айтты маған. Иә, мысалға гепер деген менің түсінігімде, мысалға сен 11-ді бітірдің, сосын сен айтасың, мен бұл жыл оқуға түспеймін деп. Сосын жаңағы өзіңе тиесілі бір жыл бойы ойланасың, жаңа өміріме жұмыс істеп көресің, мүмкін өзің салаңда барып тегін жұмыс істеп, немесе ана саланы көресің. Бұл бір түсінік қалыптасу үшін, немесе бірдеңені түсіну үшін. Жаңағы қыздың 59 бал алып қалуы, ол просто жол болмауы да, соны жол болмай қалуын енді кешірсін, енді жол болмай қалуын енді гепер деп ақтап алу. Ол просто кешенді тапсыруға дайындалу деп аталады сияқты менің ойымша. Жоқ, негізі бұл қыз геперді саналы түрде алады, өйткені ары қарай түсіп оқымаймын дейді. ұбт-ны әшейін тапсыра сала ма? Жоқ, ұбт-ны тапсырады, оқуға түскісі келеді. Бірақ, бұл жерде мүмкін сондай бір қалыптасқан оқиға сөйтіп ол жол болмаған. Жоқ, егер ол ұбт-ны тапсырып болғаннан кейін ойласа, мен мынада жолым болмады, мен ары қарай оқымаймын десе, онда ол гепер менің ойымша. Ол гепер, иә. Бұл қыздың жағдайында сондай оқиға болған, яғни ол өзін әр жерде көреді, жұмыс істейді, SMM-мен айналысады, пирогтар пісіреді деген сияқты. Осылай гепер өткізеді. Сөйтіп қайтадан не тапсырады, ұбт тапсырады. ұбт емес, кешенді бұл жерде, кешен тапсырады, и Асфендияровқа грант қатысады. Медицина университетіне грант қатысады, бірақ ол мамандықты қаламайды деді ол. Физтехта немесе химия факультетте қанша талантты адам бар екен білесің бе? Шығармашыл өлең жазатын, сурет салатын, билейтін, олардың барлығы былайша айтқан кезде ертең лабораторияда отырады, бірақ өлең айтып отырады. То есть былайша айтқан кезде тұрмыстық немесе екінші жағынан әке-шешенің армандары деген сияқты, сондай сияқты. Жаңағы армандарын жабылмаған. Немесе біздің Қазақстанның реальностын біледі да, ол қыз пирог пісіріп өмір сүре алмаймын деп ойлайды, жаңағы Асфендияровқа түскен кез. Немесе дипломсыз адам өмір сүре алмайды деп ойлауы мүмкін. Бұл да бір стереотип. Мысалға дипломы жоқ қаншама адам жүр қазір, мысалға менің даже басшыларымның арасында диплом жоқ адамдар болған, оларда жоғары диплом білім жоқ. Мектептен кейін жұмыс істеген, өте тәжірибелі кәсіби адам болған үшін ғана жаңа қыз егер пирогты ары қарай мықты істей берсе, онда ол ертең мысалға Куликовскийдің бастығы болып шығу керек пе? Одан ешкім сұрамайды Асфендияровтың дипломын. Келісесіз ба? Ну, я негізінде расымен қарайтын болатын болсаң, өкінішке орай бізде көп сөйтіп түсіп жатады. Егер миларыңыз аш жүретін болса, амал жоқтың кесірінен болса түспей ақ қойыңыздар, түскіңіз келмесе. Бірақ мынандай қызық айтайыншы, ренжіме. Сөйлеп отырмын ба? Иә, айтып болсаң. Давай, кешір, бізде өкінішке орай осы дипломның құдіреті тым жоғары. Мен білмеймін, ал бітірдім университетті, алдым қызыл дипломды, ең жоғарғы GPA-ді алдым, сосын... Сізде қызыл диплом ба? Иә, 4 жыл бойы оқыдым, артымды жыртып оқыдым, шынымды айтайын, өйткені мен самолетте СРС тапсырған кездерім болды. Шын жан таласып оқыдым, сол дипломды алғаннан кейін бір-ақ рет и то оның көшірмесін магистратураға түсу үшін қолдандым. Мен қазір қоғамдық қорларда жұмыс істеймін, тренингтер өткіземін, журналист болып істеймін, анау бар, мынау бар, басқасы бар. Ешқай жерде менен диплом сұраған емес. Бәрінің сұрайтын менен CV және бэкграундың қандай, сенің тәжірибең қандай. Сол кезде мен, Аллаға шүкір, Құдайым-ау, бірінші курстан бастап журналист болып істегеніме, аудармашы болғаныма, нанымды бірден киіп тапқаныма, әлеуметтік жобаларға қатысқаныма рахмет, осындай адамдарды кездестіргеніме рахмет деймін. Бірақ ол дипломның әлі күнге дейін маған бірде-бір рет кәдеге асқан кезі болған жоқ. Менен мынандай бар да, айтсайыншы, мысалы мен інім менен сұрады, 11 класс бітірейін деп жатыр. Ол інім портной болғысы келді. Костюмдік. Күшті. Сосын мен мысалы стереотип туралы ойланып отырмын, ол айтып отырмын өзім, стереотип уайымдамаңдар, қорықпаңдар деп. Бірақ Қазақстанда тұратын адам ретінде, Қазақстан азаматы ретінде мен айттым, страховка ретінде просто оқуға тапсырасың.
просто оқуға тапсыра алды. Иә, мен түсінемін, ол инвестиция құйып костюм тігуді мықты үйреніп алса, ол мықты маман болады. Иә, мен түсінемін, ол не алады. Бірақ ол жерде баланың да мысалға ол портной болғысы келе ме өмір бойы? Ал егер бір күні портной емес, басқа мамандықты үйренгісі келсе, ондан диплом сұрайды ғой. Демек бұл жерде айтып бол, сосын айтамын. Былайша айтқанда стереотип туралы өзіміз айтып отырамыз, бірақ Қазақстанның реалиятына келген кезде ертең бәрібір бізден диплом сұрайды. Мысалы, маған магистратурада оқып жүрген кезде мен шығып бара жатқанда бір газеттің редакторы айтты, осындай деген мен көтермекші болды қызметімде. Бірақ мен магистратурадан диплом жоқ, сол үшін мен көтермеді деген сияқты. Жақсы. Аянның түсіндіргеніне рахмет. Бұның айтып отқаны план Б. Жоқ, план Б болып қалуы мүмкін. Біздің реализмде қысқасы уа жамағат, саналы адам, open mind болыңдар деп па. Егер де сіздер план Б үшін кейін диплом ала салам, болашақта сұрап қалатын болса керек болып қалады деген ниетпен оқитын болсаңыз, онда бір ғана нәрсе айтқым келеді, сіз осы стереотипке, таптаурынды ойлауға, одан қалатын болса, осы таптаурынға толы жүйеге икемделіп жатсыз және бейімделіп жатсыз. Егер қаласаңыз, оған қарсы тұрыңыз, жұмыс істеңіз, өзіңізді дамытыңыз, көп нәрсе істеуге болады. Бірақ Аянның айтып отқаны осы, келешекте керек болып қалады ау деген ниетпен. Мен айтып отқаным, бұл қоғамға бейімделу емес жалпы. Бұл адамның өзінің ішкі қалауы ертең өзгеруі мүмкін. Және ертең оның ішкі қалауы өзгерген кезде ол өкінуі мүмкін. Өйткені біздің реализм оған мәжбүрлейді. Мысалға, менде қазір диплом жоқ, мысалға. Бірақ мысалда диплом жоқ болуы мүмкін. Бірақ ертең егер мен офиста жұмыс істегім келсе, және оны Қазақстан реализмі мен талап етсе, Қазақстанды жаңа басқа компаниялар, мен оған беретін бірдеңе болу керек. Мысалға, мен айтпаймын ғой, Дастан маған айтып еді, қорықпа, open minded бол, ой, оқуға түспей ақ қой, план Б-мен өмір сүрме деп. Мен түспеп едім, аласыңдар ма мен дипломсыз деп айтса? Мен ала ма? Жақсы, әркім өзінің ойында қалсын, иә? Онда не үшін сұрақты қойдыңыз? Жоқ, барлығымыз естідік қой, сіздің ойыңыз естідік. Сіздің ойыңыз естідік, просто бізде ары қарай кете берейік. Мен ойымды естіген жоқсыз, Дастанның ойын естідіңіз. Жоқ, сіздің ойыңыз естідік, яғни Аян ойын айтып отырсын. Жоқ, сосын келесі. Негізі біздің кейіпкер оқуын тастап кетеді. Кейіпкер бізді күйдіріп жатыр ма? Өйткені ол түсінеді. Дұрыс ол. Оқығым келмейді. Біріншіден маған оқу ұнамайды бұл жердегі, біріншіден мамандық ұнамайды, оқуын тастап кетеді. Қазір мен онымен жақында сөйлескенімде, ол қазір Петербургта, қателеспесем, Россияда бір университетте сырттай оқып жатыр. Сонымен қатар психологияны зерттейді. Өзі курстарға қатысады, квалификациясын өсіреді деген сияқты. Сосын плюс қоғамдық бір социальный проекттерде белсенділік танытып, сонымен атсалысады. Негізі бізде оқиға осылай аяқталады. Happy end. Бірақ ол неге сырттай оқып жатыр? Өйткені осы жақта жұмыстар бар, нетеді. Жоқ, неге дипломды алғысы келді деймін да? Психологияға қатты қызығам деді. Өзі Аяқта психологияға түсті. Аяқта психологияны оқып жатыр. Мына жақта психология курстарына қатысады өзі. Плюс еще практика үшін нетеді. Клиенттер қабылдайды өзінің несі үшін, ұмытып қалмас үшін білгендерін. Бізде негізі осылай оқуға бітеді. Happy endпен, Дастан айтқандай. Әсерлеріңіз қалай? Білмеймін, түрік сериалын көріп шыққан сияқтымын. Қазақстанда көп қой бұндай адамдар. Көп. Бірақ ол қыз сияқты Асфендияровта оқуын тастап кете алмай жүргендер қаншама. Асфендияровтың ішіне барып, андай бриц алсаңыздар, мен әпкем сияқты оқыған. Айтады, 8-ші курстан, 7-ші курстан тастап кететіндер бар деп. Сол кезде барған кезде шешім қабылдайды. Мысалы 7 жыл оқуын, 8 жыл оқуын. Жаңа қыз молодец, просто шешім қабылдаған солай. Бірақ ондайлар бізде көп. Айтасыз ба? Иә, негізінде мен келісемін шынымен. Жоғарғы оқу орнында амал жоқтығының кесірінен оқып жүрген, басқасы диплом маңызды болғанның кесірінен, болмаса оларға міндеттегеннің кесірінен оқып жүрген адамдар көп. Менің айтқым келетін бір ғана нәрсе, әр адамның бақытына әр адам өзі жауапты. Сол себепті егер де саған ол бақытсыздық алып келетін болса, ауыртпашылық алып келетін болса, және егер күнде сен сабаққа бару үшін, қаламайтын мамандықты оқу үшін өз-өзіңді сындырып қайта жинап баратын болсаң, онда оның қажеті жоқ, меніңше. Себебі егер бәрібір де сен соңында сезіп отыратын болсаң, ол нәрсе андай қалау деген өмірдегі ең тұрақсыз нәрселердің бірі да. Сен егер соны дер кезінде ұстап қаламасаң, өкінішке орай